Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай бұқтырылған алма рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен жаңғақты уақтап турап шығамыз. Алманың бетін кесіп тастаймыз. Және де қасықтың көмегімен ішіндегі жұмсағын тазалап шығамыз. Алмамыз дайын. Бөлек ыдысқа жаңғағымызды саламыз, үстіне мейіз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне бір қасық бал салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы дайын қоспаны жаңағы тазалап шыққан алманың ішіне салып шығамыз, шамамен 2-3 қасықтай. Алмамыз дайын, үстіне кесілген сары майды орналастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Бұқтырылған алмамыз дайын. Қараңыздар қандай әдемі шыққан, дәмін көрейік. Керемет шыққан. Сіздер де үйден жасап көріңіздер.